ғой. Ең жақын нәрсе өлім. Онда ең жақын нәрсе қиямет. Қиямет, иә. Өлген кезіңізде білесіз ба жан қалай шығатынын? Осы уақиғаны, осы ұзыннан ұзын уақиғаны имам Тирмизиден басқа сахих кітаптарының барлығында осы 6 кітаптың 5-еуінде риуаят етілген. Енді қазір кейбір жігіттер осы хадиске қызыққандар 12 кітапқа шейін алып барады. Бұрын 9 кітап еді сахих, 10 аят, қазір 12 болды дейді. Жоқ, мен 6-ауын айтам, классиканы айтып жатырмын. Сол 6 сахихтың ішінде Тирмизи ғана бұл хадисті ұзындығынан келтірмейді. Қалғанының барлығы келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір қабірдің жанына бара салып шошып түсті дейді. Сөйтіп, әрбір адам қабір азабын көруші деп басын шайқады дейді. Сөйтіп әңгіме айтты дейді. Адамға егер жақсы болса, Алла тағала жан алғыш періштелерді дайындайды екен да, айтады екен. Жәннаттан барып дайындалыңдар деп. Сонда жан алғыш періште жанына біреуін ертіп, жәннаттан оған кебін алады екен. Жәннаттың әтірінен оған себеді екен. Сөйтіп, жаны үзілетін адамның көз ұшына келеді екен. Қалай көз ұшында көрінді, алдында пайда болады дейді. Алдында пайда болғасын жан аяқтан бастап шыға бастайды. Сол жанды алудан бұрын екі періште келіп, өте көркем суретте аңқыған жәннаттың әтір иісіменен келіп, ей, қош болған жан, Алла сенен риза болушы ғой, сені өзіңнің риза болған егең шақыруда, жәннатқа шақыруда деп көркемдікпенен жанын алады дейді. Біреулер айтады, сол жанын алғанда адам әсем алманың иісін иіскейді ғой деп, дәл осылай жан шығады да кетеді екен. Бір демменен болды. Содан жан қолына тиісіменен ол періште жібермейді. Ұстаған күйі жәннаттың кебініне кебіндеп көкке көтеріле жөнеледі екен. Көкке бара жатып, аспанға көтеріліп баратқанда періштелер жолығады дейді. Тоқтай қалып, мына қандай керемет иіс, мына не деген көркем жан, кім екен бұл десе, дүниедегі ең сүйікті аттарымен атайды дейді. Кім болушы еді? Бұл пәленшенің ұлы төленше деген жігіт, азамат, Алланың құлы, сәжде етуші, жұмадан қалмайтын мешіттің сүйікті қонағы болатын, оразаны қатты жанына жақын тұтып, садақаны аямай беретін, пайғамбардың соңынан еріп қажылыққа барған, сол көштен қалмайым деп жанын осы Алланың жолында салған, осындай құрметті жан дейді екен. Ондай болса, тезірақ ризалығына жетсін деп дұғадай сәлем айтып қалады екен дейді. Осылай 7 көк аспанды асып өткеннен соң Алла тағала бұған айтады дейді. Ей, көңілі қош болған жан, мен сенің күнәңнің барлығын кештім. Енді дейді екен, мына кісіні қайтарыңыздар, қабірінен өз орнын жәннаттағы көрсетіп қойыңыздар, жәннаттың иісінен толтырып тастаңыздар бұл кісінің қабірін, нұрды жанына үйіп жарық етіп, жанына өз амалын серік етіңіздер дейді екен. Содан қабірге қойылғанда жанына бір көркем реңді келген кісі пайда болады екен. Сөйтіп, әдемі көркем мінезбенен сәлем беріледі. Алланың саған нұры жаусын, міне сізге жәннаттың көретін орныңыз, сізге жәннаттан терезе ашып қойдық дегенде, ал сен кімсің дегенде, ол кісі айтады дейді, мен сенің қайырлы амалыңмын. Енді сенің жаныңда серік болам, қияметке дейін жаныңда қаламын дейді екен. Ал егер жанын сол жаман адам болса, жәннаттан емес, дозақтан кебін алады екен.
дозақтың сасық суларынан әптен батырып, іріңдерінен батырып себеді екен оған. Сол алған күйі алдына келіп көз ұшында пайда болады дейді. Қалай көз ұшында көрді, алдында пайда болады дейді сол екі періште. Тұра салады екен да, жанына келіп бері шық дейді екен. Жан құрғыр ананы көреді. Не деген қорқынышты суретте екеуі келіп тұр. «Уәнназиати ғарқа» деген Құранда аят бар. Аямай суырғанда бір жылып тұрып суыратын періштелермен ант деп айтады Алла. Кәдімгі қатты ағашқа зең басып тот басқан қисық-қисық шеге қағыңызшы, сөйтіп тұмсығын қайырып тастаңызшы, енді соныменен тартыңызшы әлгі шегені жұлам деп күшпенен. Қандай шиқылдап тұрып ауыртпашылықпен алынады. Дәл осылай жан шығып баратқанда дененің бар жағына жармасып тырмысады екен дейді. Адам деген қатты ауыртпашылыққа кетеді дейді. Ол ауыртпашылық, кейбіреулер айтады, мына дүниенің бүкіл азабын жиғанда соның бір бөлімі ғана болады дейді. Мына дүниенің бүкіл азабын жиғанда жанның шығар азабы одан қайда жоғары болады дейді. Содан жанын қалай алды, солай кебінге салады екен де көкке көтеріледі екен. Көтеріліп баратқан періштелер мұрнын басады дейді. Мына қандай нәрсе мынау келе жатқан? Қайдан ғана бұл нәрсені көтере қойдыңыздар? Дегенде бұл Алланың қаһары тиген сондай бір жаман құл деп жердегі ең жаман есімдерімен айтады дейді. Бұл зинақор, парақор, өтірікші, жалғаншы, суайт, жамандыққа назар салып, жамандыққа құлақ салатын, жамандыққа аяқ қолын итермелеп, ойының бәрі, ниетінің бәрі бұзылған, сондай Құдайдан безген жан дейді екен. Содан көктің барлығын қақпаларын осылай ашып барғанда Алла Құдай ашуланып, қарсы алып, бұған бұйрық береді дейді. Дозақтағы орнын көрсетіңдер бұған. Дозақтағы бүкіл жаман иісті осының қабіріне толтырыңдар дейді екен. Содан бұл екеуі алған бойда қабірге алып келіп лақтырады дейді. Қабірге қалай түседі? Жанында түрі қорқынышты, жанында болмақ түгіл тұра алмайтын, үстінен жаман иіс аңқыған мінезі, адам шыдамайтын сөзі боғауыз, лағынет тола бір жанында пайда болады. Тұра салып, мен сенің жаман амалың едім, екеміз қияметке шейін рахаттанатын болдық деп қарқ-қарқ күліп қарсы алады дейді. Сол-ақ екен, Таялиси былай деп сол риуаятты жалғастырып айтады. Сол-ақ екен, алдына екі періште кіріп келеді дейді. Қолдарында күрзі болады дейді. Мүнкар мен Накир бұл екеуі. Әлгі күрзіменен тауға соқса, тау құм болады екен. Сол күрзіменен көтеріп тұрып, Раббың кім дейді екен. Сонда Аллаға сенбейтін адам, кім еді? Тілімнің ұшында тұрғаны не дейтін еді дей бергенде, күрзіменен бір қояды дейді. Топырақ боп шашылып кетеді. Бұл дауысты жын мен адамнан басқаның барлық жер бетінде естеді дейді. Халықта сөз бар. Дәрет сындыра алмай қалған атты қабірстанның жанына апарып айналдырады екен. Сонда әлгі ат бишара дәреті кетіп қалады дейді. Бірақ біз қабірге қанша барамыз да, бірақ құлағымыз керең, көзіміз соғыр ғой, соны көрмейміз. Ал егер ол адам жақсы адам болса дейді, басқа риуаяттарда айтады, жанына жақсы амалы пайда болады екен, бас жағынан келсе намаз келеді дейді. Шах Уалиулла Дихлави өзінің кітабында сөйтіп жазады, Худжатуллахул Балиғада.
Бас жағынан келсе намаз тұрып айтады екен: кешіріңіздер, сізге бұл жақтан жол жоқ, басқа жақтан айналып келіңіздер. Содан оң жағына келе берсе ораза тұрады дейді: тоқтаңыздар, сіздерге бұл жақтан да рұқсат жоқ, кетіңіздер. Сол жағынан келеді, садақасы шығады екен: тоқтаңыздар, бұл жақтан сіздерге жол жоқ, тек аяқ жақтан сол пенденің рұқсатымен ғана, жақсы мәмілемен ғана келе аласыздар дейді екен. Қысылғанынан, кіретін тесік таппағаннан Аллаға жалбарынады дейді: я Аллахым, бұл қалай болғаны, сен бар сұра дейсің, біз сұрай алмадық дегенде, пендемнің ризалығын сұрап барып сұраңдар дейді. Содан екеуі келіп, аяқ жақтан келіп, көркем суретпен келіп: ей Алланың риза болған құлы, біздің де өз міндетіміз бар, соны атқаруға рұқсат ет. Сізді қинамаймыз, сізге білетін сұрақтарыңызды қойып, Алланың алдындағы иманыңызды көріп кетеміз дейді. Содан рұқсатына кіргенде: Раббыңыз кім? Алла. Дініңіз не? Ислам. Сізге дінді алып келген әлгі кісі кім? Мұхаммед алейхиссалам. Пайғамбар ғой ол. Жаным құрбан болсын. Бәрекелді. Кітабыңыз не? Кітабым Құран. Алланың сізге амандығы болсын. Қияметке дейін сізге ризалығы жаусын. Жәннаттағы орныңызға тамашалап, осылай жақсы амал серіңізде болсын деп кете барады екен дейді. Әрбір адам басына осыны көрмей, басқа жол жоқ. Е ақ боласыз, е қара боласыз, ортасында ала болу жоқ. Бір адамның жүрегіне иман менен кәпірлік кірмейді. Е иманды боласыз, е кәпір боласыз. Пайғамбарымыз айтады: қиямет және мен екеміз былаймыз деп көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миражға шыққанында қиямет қалай басталатынын да, ол қалай болатынын да, көк пенен жер қалай төгіліп, басқа көк пен жерге алмастырылатынын да, махшарға қуылатынын да, жәннат пен дозақты да бәрінен хабардар болып келеді. Келген бойда басын шайқап: я Алла, дозаққа ең көп кіретіндер әйелдер екен деп басын шайқаған дейді. Бір адамды көрдім қияметте, өзінің тілі ар жақта салбырап жатыр. Соны жинай алмай жүр, өйткені қияметте адам тығылысып тұрады. Біреуі оның тілін мұжып езіп тұр, ар жағында қаны ағып жатыр шапшып. Бірақ айтуға тіл жоқ. Жұрттың бәрі соның тілінің үстімен мұжып езіп жүр. Жинай алмай тілін тартып жүр әлгі адам. Сонда біреу сұрайды: я Расулалла, бұл қандай ауыр еді, кім екен бұл десе, сөз таситын, ғайбат айтатын адамдардың жазасы еді бұл дейді. Басқа бәле тілден дейміз. Анау пәленше қалай десе, ол бидатчик қой. Пәленше ше, ол анандай чик қой. Мынау ше, ол мынандай мик қой. Ат қойғанда жан салмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ғайбат туралы сұрағанда, пайғамбарымыз айтады: бұл ғайбат дегеніміз адамды жек көретін, өзі ұнатпайтын сипатпенен сипаттау дейді. Сонда бір кісі тұрып сұрайды: я Расулалла, егер менің айтқан сөзім сол кісіде шынымен ақ болса, ол қандай болды дегенде, сол болса, сол ғайбат. Ал егер болмаса, ол жала болады дейді.